Бүгін таңда Шыңғырлау ауданы прокуратурасы және жергілікті атқарушы органмен бірлесе отырып, сонымен қатар облысымыздан келген қонақтарымызбен бірге экономикалық сотқа дейінгі тергеп-тексеру департаментінің бірқатар тобымен қаржы пирамидасы бағытында, алаяқтық бағытында, жаңағы финансовый грамотность дейді, сол бағытта бірқатар түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қаржы пирамидасын алдын алу, алаяқтың қылмыс сотқа дейінгі қылмыстарын алдын алу, сол бағытта барлық қылмыстың сипатын, қалай жасалатын іс-әрекеттерін халыққа жеткізіп, егжей-тегжей бәрін түсіндіріп, болашақта сондай қылмыстардың болмауына барлық профилактикалық шаралар өткізілуде.